Көп жаттығу жасағаннан кейін неге қатты шаршайтыныңыз туралы ойланып көрдіңіз бе? Бұл видеода сіз соның себебін түсінесіз. Бірақ оған дейін шағын тәжірибе жасап көрейік. Сол қолыңызды мүмкіндігінше жоғары көтеріңіз. Содан кейін алақаныңызды мүмкіндігінше қатты қысыңыз. Енді осыны видеоның соңына дейін қолыңызды түсірмей, жоғары ұстап, алақанды ашып жауып шағын әрекетті жалғастыра беріңіз. Сіз бұлшық еттеріңізді қозғалтқан кезде, олар тыныс алу кезінде бөлінетін энергияны қажет етеді. Алайда, сіз ауыр жаттығуды ұзақ уақыт жасағанда, бұлшық еттер аэробты тыныс алу үшін қажет оттегін әрдайым жеткілікті мөлшерде ала алмайды. Осындай жағдайда бұлшық ет жасушалары анаэробты тыныс алу деп аталатын екінші бір тыныс алу түрін жүзеге асырады. Бұл оттек жоқ кезде жүретін тыныс алу процесі. Ендеше, неге біз тек осы тыныс алуды қолданбаймыз? Себебі оған оттегі қажет емес қой. Өкпе арқылы тыныс алу туралы да ойлап уайымдамайтын едік. Бірақ өкінішке орай, анаэробты тыныс алу біз ойлағандай тиімді емес. Біріншіден, ол аэробты тыныс алумен салыстырғанда өте аз энергия береді. Екіншіден, реакция соңында жағымсыз зат түзіледі. Бұл сүт қышқылы. Ал қолыңыз қазір қалай? Әрине, ауыра бастаған шығар. Саусақтарыңызды басқаратын білектегі бұлшық еттер анаэробты тыныс алуға көшті. Біраз уақыттан кейін сүт қышқылы жиналып, ауырсыну тудыра бастайды. Қаласаңыз, қазір тоқтатуыңызға болады, немесе соңына дейін жалғастыра беріңіз. Жаттығуды тоқтатқан кезде сіз сүт қышқылының түзілуін тоқтатасыз. Кейін ол қанға өтіп, оттегінің көмегімен көмір қышқыл газына және суға ыдырайды. Жаттығудан соң біршама уақытқа дейін терең, ауыр демалатыныңызды байқайсыз. Бұл оттегінің қанға еніп, сүт қышқылын ыдырату уақыты. Біз мұны оттектік қарыз деп атаймыз. Яғни анаэробты тыныс алу кезінде қарыз алған оттегіні қайта өтеу керек. Видеоның басындағы неге сіз ұзақ жаттығудан кейін шаршайсыз деген сұраққа қайта оралсақ, бұл сүт қышқылының әсері. Егер сіз қолыңыздың қозғалысын лезде тоқтатсаңыз, қан оттегін жеткізбей қояды да, сүт қышқылы бұлшық етте қалып қояды. Осылайша, бұлшық ет келесі күндері қатайып ауыру мүмкін. Сондықтан, жаттығудан кейін бұлшық етті қыздырып, жеңіл қозғалыс жасау маңызды. Жарайды. Енді қимылды тоқтатып, қолыңызды түсірсеңіз болады.